Құрметті тыңдарман, сіздермен Сәтпаев қаласы әкімдігі дайындаған жаңа алаң 90 сөз подкасты. Мемлекеттік қызметке қатысты сұрақ көп, тұрғындардан түсетін сауал одан да көп. Күнделікті өмірде қандай шешімдер қабылданып жатыр, әр бөлім немен айналысады және қала өміріндегі өзгерістер қандай? Осы сұрақтың барлығына нақты, қысқаша, түсінікті жауап алатын жаңа алаңды іске қосып отырмыз. Мен Назерке Сапарбек, мемлекеттік қызметтегі әріптестермен бірге осы және басқа да сұрақтардың жауабын табатын боламыз. Бүгін біздің алғашқы шығарылымызда Сәтпаев қаласы әкімдігінің ең бір ауыр салаларының бірі деп айтуға болатын шығар, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласына жауап беретін қала әкімінің орынбасары Ахмет Смағұлұлы Сыздыманов. Ахмет Смағұлұлы, эфирімізге қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Ахмет Смағұлұлы, осы жыл аяқталуға жақын, енді қорытындысын шығара беруге болатын шығар. Биыл осы жылы 24-25 жылдары қаланың дамуында қандай басты жұмыстар атқарылды және қандай бағыттар ерекше басымдыққа ие болды? Сұраққа рахмет, Назерке. Сұрақ әрине маңызды, жақсы сұрақ. Мынау маңызды, мынау второстепенный деп айтуға болмайды, жұмыстардың барлығы маңызды. Биыл біраз жолдар салдық, бір-екі аллея салынды, бұрын-соңды болмаған кеңістіктерді толтырдық. Біраз эксперименттер болды, оның ашық айту керек. 60-шы жылдардан бастап ауыспаған жылу магистральдарын ауыстыра бастадық, толық бітпесе де басы басталды. Первый шаг менять стереотип дейді ғой, сол сияқты стереотипті бұздық, істеуге болатын білдік, қаражат бөлінді, істелініп бар жатыр. Біраз ешқашан асфальт көрмеген аулаларды асфальт жабындысымен жаптық. Мынау маңызды деп айту қиын, барлық маңызды, осыны алдында айтып кеткендей. Биылдыққа көңіл көп нәрсеге бөлінді, жылуға көп көңіл бөлдік, абаттандыруға көп көңіл бөлдік, жарықтандыруға көп көңіл бөлдік, кәріз құбырларына көп көңіл бөлдік. Бір салада ғана тоқтап қалған жоқпыз. Ауқымды, Сәтпаев қаласы бойынша өте ауқымды жұмыс жасадық, общий алдық, бір нәрсеге ғана тірек қалған жоқпыз. Шатырлар бұрын-соңды болмаған 30-40-қа жуық үйдің шатыры жөнделді. Келесі жылға дейтін жоспарларымызды жылдың басынан бастап бекіттік. Көптеген сметалық құжаттар дайындалдық. Газ мәселесін қарастырып жатырмыз. Кезекте тұрған адамдарға біраз көңіл бөлдік биылдыққа. Жылдың басында біраз үй берілді. Жылдың соңына қазір біраз үй, 60-қа жуық үй береміз деген ниетіміз бар. Айта берсек, жұмыс көп. Далада жүрдік, тоңдық. Жазда жүріп ыстықтадық. Жұмысқа мемлекеттік қызметке келгеннен кейін, осы жұмысты атқарамыз дегеннен кейін, бұл міндет емес. Істейміз деп келгеннен кейін, бұны істеуіміз керек. Біз ананы істеп жатырық, біз мынаны істеп жатырық, оны көрмейсіңдер деп те айтуға қиын. Потому что ол міндет, қала басшылығына келгеннен кейін істеуіміз керек. Осы істелініп жатқан жұмыстарға халқымыздан, жерлестерімізден поддержка, қолдау болса, істелініп жатқан жұмыстарды көрсе, істелінген нәрселерді көріп қана қоймай, ұқып ұстаса. Бірінші жалпы осы. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, қаланың жүрегі ол қоғамдық кеңістіктер деп. Биыл біз көптеген жаңа балалар алаңдарының құрылысын көрдік, саябақтар пайда болып жатыр. Жаңа жаяу жүргінші жолдары деп айтамыз. Сәкен Сейфуллин гимназиясына барар жолда бұрында жаңағы балшық болып жататын, биыл сол жаққа жол салынды. Енді жалпы осы жұмыстардың ішінде тұрғындарға ұнағаны қайсы деп ойлайсыз? Ең қажеттісі қайсы болды? Енді өзіңіз медиа салада жүргеннен кейін біз бұның бәрін өзіңіз түсінуді керексіз. Бізге де қызық, бір нәрсе, бір пост шығарған кезде, қандай реакция болады екен, тұрғындардан комментарийді біз де оқимыз. Посттың ең қызығы комментарий. Оны да оқимыз. Оған жауап беру жағы қалай болып жатады?
Оған жауап беру жағы, конечно, әрине үлгермейміз. Оны комментарийде сөздің ашығы түнде ұйықтардың алдында оқимыз. Халықтың ең қатты ұнағанына білмеймін, бірақ та сол істерді қабылдап жатқан кезде көп үлкен кісілеріміз, тұрғындарымыз, жерлестеріміз сынымен қоса рахметімді айтып жатады. Мына жерді кішкене былай істеу керек еді, жаңағы мердігерлердің қателіктерін көрсетіп отырады. Біз оны міндетті түрде мердігермен бірге барып, сол қателіктерді жойып отырамыз. Оқушылар аллеясын аштық биылдыққа, сосын жаңадан деген Ерден көшесінің бойында жаңа аллея ашылды. Одан кейін мынау реконструкция жасалды Сатпаев көшесіндегі Дом одежды магазині, Коптранс магазиндердің алдарында. Оған да мердігерлермен жұмыстарды қабылдап тексеріп жүрген кезде өте көп рахметтер айтылып жатыр. Біз оның барлығы халық үшін, еліміз үшін, жеріміз үшін істелініп жатқан дүние. Әсіресе биылдыққа 4 қаламыздың төменгі бөлігіндегі 4 кварталды абаттандырған кезде көп рахмет сол жақтан болды. Жылдар бойы Сәтпаев болғалы балшық болып жататын жерді асфальтын салып, абаттандырып, жарықтандырып, ол бір үлкен жұмыс болды, ауқымды жұмыс болды. Жаңа айтып тұрмын ғой, бүкіл жұмыс маңызды, бірақ осы жылы істелген ауқымды жұмыстарымыздың бірі осы болды. 4 кварталда абаттандыру. Қаланың төменгі бөлігіне. Бір нәрсені істеген кезде комментарий оқып отырамыз дейміз ғой, көп комментарийлар жоғары жаққа бөлек көңіл бөлесіңдер, төменгі жаққа көңіл бөлмейсіңдер. Соны қала әкімімен, отделдің басшыларымен бірлесе отырып, бюджетімізді қарай отырып, барлығы енді қаражатқа келіп тіреледі ғой. Бюджетімізді санай отырып, қарап отырып, сондай бір шешімге келдік жылдың басында. Осы 4 кварталда абаттандырамыз деген. Келесі жылға биылғы үрдісті жалғастырамыз. Келесі жылға әзірше жылдық жоспарда 3 кварталда абаттандыру бар. Және де жылдың басынан бастап істеп жатқан жұмысымыздың ауқымды, келесі жылға дейтін ауқымды жұмысымыздың бірі ол фасадтарға сметалық құжаттарды дайындап жатырмыз. Биылғы таңға қазіргі уақытта 98 үйдің бақылау дайын тұр. Жылдың басынан бастап ПСД сараптамасымен бірге апрельге дейін бітіріп, апрель-майдан бастап, сәуір-мамыр айларынан бастап қаланың фасадтарына көңіл бөлеміз бе деп жатырмыз. 98 үйіміздің құжаты дайын болғанымен бір 30-40 істесек, келесі жылға бір ол үлкен жеңіс, жетістік деп ойлаймын өзім. Әр мемлекеттік мекеме ол бәрі бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Біздің блок бір нәрсені істеу үшін басқа блок бізге құжаттарын дайындап бөлу керек. Оның барлығы бас салып, ойдан шығарып істелінетін жұмыс емес, оның барлығы келісілген, оның барлығы бюджетте қарастырылады. Бір нәрсені істеу үшін 3 айдан 9 айға дейін уақыт өтеді, құжаттарын дайындау үшін. Сол себептен жерлестерімізге бір айтып өтетініміз, оны кішкене сабырлықпен күту. Астана осы күнге шейін әлі салынып келе жатыр, 30 жыл өтсе де. Сол сияқты ақырындап біз де барамыз. Облыс болғалы 3 жыл өтті. 3 жыл өткенімен ақшалар, қомақты қаражаттар биыл ғана бөліне бастады. Мен енді бұл сұрақтың жауабын білем негізі, бірақ сонда да осы біздің тыңдармандар үшін қайта қойғым келіп отыр. Мен енді әлеуметтік желіні жүргізгеннен кейін көптеген пікірлерді оқимыз ғой. Сол жақта бізге ең көп келетін пікірдің бірі ол жолдар. Жолдар қашан болады? Біздің таныстарымыз да сұраса да біз айтамыз, жолдар әзір емес деп. Сіздің аузыңыздан естейік. Сәтпаевта жолдар қашан жөнделеді? Қазір бүкіл критикам бәрі маған кетеді. Дегенімен биылдыққа 26 жылға 45 жол жоспарда болды. 45 көшені орташа жөндеу жұмыстарымен өткіземіз дедік. Алайда айтып тұрмын ғой, жаңа бәрбір нәрсе істелінетін кезде бірінші оған құжат дайындалады.
верификациясы бар, одан кейін оны қаламыздағы мекемелермен согласовать етеді. ЖРЭК мекеме, жаңағы ППС мекемесі бар, ПТВС мекемесі бар, одан кейін келесі жылға газ тартайын деп отыр біздің өзіміздің мемлекеттік мекемеміз. Сол себебі сол барлық Қазақтелеком бар, барлығымен келісе отыра қазылмайтын, 5 жылдың ішінде қазылмайтын дейтін келесі жылға 22 көшені тағайындап отырмыз. 22 көшені верификациясы құжаттарының барлығы дайын, келісім ретінде облысқа тапсырылып қойды. Бір жолдар бойынша ауқымды жұмыс келесі жылға Абай көшесінің күрделі жұмысы. Ұлытау көшесінен Ерден көшесіне дейін өзінің суағарымен және де мынау Ұлытау көшесінен Сәтпаев көшесіне дейін жолдың кеңейтілуі бар. Соның барлығымен қосқан кезде 8 айлық жоба негізінде. Жобалық сметалық құжаттамада 8 ай деп көрсеткен. 8 ай, бірақ та оны жылдың басынан асфальтобетонный заводтар қосылғаннан мынау қазан айына дейін бітіреміз бе деген бір жоспар. Сеніміміз. Ол осы 26 жылға. 26 жылға, және де сонымен қоса Ұлытау көшесі ешқашан Сәтпаев қаласының балансында болмаған. Ұлытау көшесі тек қана мына осындай жер бар. Бұл жер республикаға тиесілі деген. Себебі бұл республикалық маңызы бар трасса болып саналады. Жолды 2,8 километр жолды жол деп қабылдатып, жол деп Сәтпаев көшесі қаласының балансына игеріміне беріліп жатыр. Енді беріледі. Оны биыл да істеуге болатын еді. Жаңағы айтқан сияқты жылдың басынан бастап істелініп келе жұмыс бұл. Қазавтожол мекемесі бар. Біздің өзіміздің облыстық басқармамыз бар, жолдарға қарайтын. Қаламыздың өзіміздің жолдар бөлімі бар. Осы 3 мекеме бірлесіп отырып, қазір на финальный стадий. Көше атымызға өткеннен кейін, бұл көшеге верификациясы бар, құжаты бар барлығын. Соның барлығын істеп, жоспарда 27 жылда Ұлытау көшесін тағы да 1,2 метрге созып. Қай көшеге дейін? Біздің өзіміздің игерімімізге берілетін Сәтпаевқа қаласына кіре берістегі Гелиос заправкасы бар ғой, Гелиостан қаладан шыға берістегі Шаталюк көшесіне дейін. Созылатын жеріміз Абайдан Қалмағанбетовке дейін. Абайдан Қалмағанбетов көшесіне дейін 2,2 шақырым болады. 2,2 шақырымды 1 метрге енін созып, мынау заборларды алып тастаймыз ба деген. Ол жерде сонда заборларды алып тастасақ, адам жүретін жол бола ма, әлде? Адам жүретін жол, о жақта тех тротуар дейді, тех тротуар болады, бір 50 сантиметрлік, адам жүретін ар жағында болады, немесе көшенің үйлер жақ бөлігі, сол жақта тротуар бар. Сол жақта да кішкене абаттандырып, парковый светильниктер, урна, скамейкаларды қойып, ол жақта да келесі жылға абаттандыруға жоспар бар. Мынау тағы да 27 жылға жоспарда кеншілер алаңынан Шаталюк көшесіне дейін жолды түзеу бар. Орташа ремонтпен жүру. Жол, жерлестерім айтатыным, жол 28 жылы, 28-29 жылдары толығымен дұрысталады. 26 жылы 22 көше, 27 жылы сондай бір 40 көшедей бітіреміз. Ең соңында бізде Ерден көшесі 28 жылға тұр. Әзірше сөйтіп келіп, әрбір көшенің өзінің гарантийный срок, кепілдік мерзімі 5 жыл болады. 5 жылда, әрбір 5 жылда сол жұмыстарды атқарып отырамыз. Барлығын жерлестер сұрайды ғой, неге 30 үйдің шатырын істейсіңдер, неге 22 көшенің жолын ғана істейсіңдер, неге үйтесіңдер, неге бүйтесіңдер, жаңа бәрін. Оның барлығын бір мезетте істеп тастағымыз келеді. Бір мезетте құбырлардың бәрін ауыстырып, бір мезетте құбырлардың бәрін беттерін жауып, үстінен асфальттап тастап, тротуар салып, бүкіл барлық үйдің төбесін, шатырларын бәрін істегіміз келеді. Дегенмен қаражатымызға қараймыз. Бюджетқа. Мен айлық алам, мен айлық алған кезде мен үлкен машина алғым келеді, мен зәулем үй салғым келеді.
ол да менің қалтамдағы бюджетіме байланысты. Қалада дәл сондай бюджетке. Иә, қалада дәл сондай. Қаланың өзінің жылдық айлығына қарап отыр. Енді жаңа Ұлытау көшесі деп айтқан кезде көз алдыма біздің ескі үйлер елестеді. Бұл сұрақты қоймай кету меніңше дұрыс болмайтын шығар. Біздің ескі үйлер проблемасын естиміз. Ескі үйлер Ұлытау көшесінен жалған үміт беріп, жалған ақпарат беріп қайтеміз оны. Бәрібір ертең белгілі болады. Реновация бағдарламасы бойынша келесі жылға инвесторымыз қазір сметалық документацияларын, құжаттамаларын дайындап жатыр. Ол мынау Сәтпаев даңғылы 80А, сол жерде форвард гостиницасының артында, қонақ үйінің артында жер телімі бар. Сол жерді сатып алынды. Аукционмен, ешкімге жер тегін берілген жоқ. Аукционмен сатып алынды. Және де Гурбый көшесі 53А-ның сол жерде де жер телімі, бос жер телімі бар. Сол екі жер телімін инвестор мамыр айында сатып алынды. Жылдың соңына дейін 22 декабрь, 22 желтоқсан ПСД дайын болады. Ары қарай экспертиза кіреді сараптамаға. Экспертиза кіреді. Қаңтар айының соңына қарай құжаттама толығымен дайын болады. 2 подъезді, 5 этажды үйдің құжаттамасы барлығы дайын болғаннан кейін, сәуір айынан бастап үйлер салынады деген бір үлкен үміт, жоспарымыз бар. Ол үйлер не үшін салынады? Үйлер қасындағы тұрған үйлер, екі қабатты, сол үйге көшіріліп, сол үйлерді жермен жексен қылып, бұзып, оның орнына дәл сондай тағы да 2 үйлер салынатын болады. 5 этажды ма, 7 этажды ма, құжаттамаға байланысты. Құжаттамасы бар. Құжаттаманда олар мен 9 этажды, мен 12 этажды үй саламын деп айта салмайды. Оның барлығы құзырлы органдармен тексеріледі. Инвесторға да өзіне оларға пайдалы. Егер де ол 2 подъезді 18 этажды үй салса, мына жақтан адамдарды көшіріп, қалғандарын сата ма, оның барлығы жаңағыдай биік үйлер салған. Біздің Сәтпаев қаласына құжаттама бар. Әзірше осынша этаждан аспау керек деген. 9 этаждан аспау керек, 9 этаждан аспау керек деген. Дегенімен 9 этажда салынбайтын жерлері бар. Бұл жаңағы инвесторлар 7 этажды үй саламыз деді, оларға отказали. Бірақ та бұл жұмыстар Сәтпаев көшесі 80А мен Гурбый көшесі 53-тен басталады. Ұлытау көшесі туралы айтып отырсыз. Ұлытау көшесі жаңа осының алдында айтып өткендей 98 үйдің техникалық жобасы қазіргі таңда дайын тұр. Жылдың басынан бастап сәуір айына дейін біз ПСД мен экспертизаға кіреміз. Сәуір айының аяғына дейін ол бәрі құжаттамалар енді срок жүретін болса, сол апрельде бітеді. Бірінші очередте бізде Ұлытау көшесінің фасадын дұрыстау. Қалаға кіреберісте, кірген бетте жолдың бойындағы үйлердің фасадтар, қасбеттерін жөндеу. Ұлытау көшесінің басынан бастап Қалмағанбетов көшесінен Абай көшесіне дейін 25 бекен сондай үй бар. Қателеспесем, осының барлығын келесі жылда жоспарымыз бар. Келесі жылға жоспарда жаңағы айтып отырмын, осыны алдында айтып өткендей, бір 40 шақты үйді бюджетіміз қолдап 40 шақты үйді бітірсек, ол біз үшін бір үлкен жеңіс болып табылады. Енді жаңа үйлер туралы айтқан кезде, пікірлердің ішінде не түсетін бізге? Сұрақтар түсетін, неге біздің Сәтпаевта бір типті ғана үйлер салынады? Неге дизайнмен үйлер салынбайды деп? Дизайн код бар. Дизайн кодқа байланысты енді жаңа салынатын үйлердің барлығы мынау 2017-ден бастап бұл биыл осы уақытқа дейін салып келатқан осы программаның үйлердің барлығы сырты сайдинг жабындысымен жауып келатты. Бітті. Осымен сайдинг бітті осы жылмен. Енді қандай немен қапталады? Көптеген фасадты қаптайтын қазір материалдар өте көп. Енді қазір жеке инвесторлар ғана үй салынатын болғаннан кейін, олардың сметалық құжаттамасында оның барлығын біз көріп отырамыз. Бізбен обязательно согласовать етіледі.
біз басқа біреулермен согласовать етсек, олар бізбен обязательно согласовать етеді. Архитектурный облик города болады бізде, иә. Сол себептен жаңағыдай мынау қазір үлкен қалаларда салынып жатыр ғой, кірпішпен салынып жатыр, сосын жаңағы алюкобондпен салынып жатыр. Көптеген материалдар бар, иә. Қанша қымбат болса да соны енді талап етеміз. Соны талап етесіздер, иә. Сонда біздің Сәтбаевта тоже жаңа стильдегі үйлер пайда болады. Иә, әрине. Қала басқаруында деректерді қолдану мәдениеті күшейіп келеді. Биыл қалаға қатысты шешімдерді қабылдауда қандай жаңа аналитикалық құралдар немесе бақылау әдістері енгізілді? Иә, мынау көптеген деректерді түседі. Бізге комментарийлер болады. Сосын жаңағыдай қала аралау барысында әкіммен болсын, өзім қала аралаған кезде тұрғындар айтып жатады, өздерінің пікірлерін білдіріп, неге былай істемеске, былай неге бүйтіп істемеске деп. Оның барлығы әкім бар, жаңағы бөлім басшылары бар, қай бір салада болса да әр өз саласынан, міне осылай тұрғындарымыз, жерлестеріміз осындай да бір идеялар предлагать етіп отыр. Неге соны қарамасқа, оның жаңағы плюс жағын, минус жағын барлығын зерделейміз. Оның барлығын құжат сөйлейтін заман болғаннан кейін оның бәрін құжаттарын қараймыз. Біздің қолымыздан, бюджеттің қаражаттан осындай істеуге бола ма, болмай ма. Оның барлығы жаңағындай біз барлығымыз істеліп жатқанымыз программамен істеп жатамыз ғой, міне осындай программа бар, осымен ғана істейміз деп. Одан кішкене ауытқи аламыз ба, ауытқи алмаймыз ба, соның барлығын қараймыз, есептейміз. Біз бәрін білуіміз ол мүмкін емес. Біз пайғамбар емеспіз ғой. Идеальный болып бәрін біліп табатын, біздің артымыздан адамдар еретін дейді. Адамдар нетеді, кеңес береді, осылай істеңдер деп. Зерделейміз, қараймыз. Действительно, неге біз былай істегенше, жаңағы адам айтқан сияқты неге істемейміз деп. Енді бүкіл 100% адамдардың барлығы предложенияларын бәрін қолдана береміз деп айтпаймын. Дегенімен біраз жұмыстар істелінеді. Биыл халық бюджеті сонымен бір Абай 2 көшесінде жаңағы балалар алаңын, футбол алаңын, соларды салдық. Халық бюджеті бойынша осыны айтып өтетін жайт негізі. Халық өзіне не керек, соны істейді. Бізде істейтін жұмысымыздың барлығы стандартный жұмыс. Программа бізге міне осылай істейсіңдер дейді. Біз ауытқи алмаймыз. Халық бюджетінде біз халық бізге осыны сұрап тұр, осындай істейміз деп айтамыз. Абай 2, тағы да қайталап өтемін, Абай 2 өздерінің алаңдарын абаттандырды. Енді осы халық қатысатын бюджет бойынша менде мынандай сұрақ туындайды әрқашан. Бізде былтыр бір ғана аула жасалды. Абай 2-ның тұрғындары ғана өтініш білдірген. Неге біздің басқа тұрғындар осы бюджетке қатыса алмайды? Неге қызығушылық жоқ тұрғындар? Барған жерлерге айтып отырамыз. Сосын қазір мынау посттың астында ссылка болатын болса, ссылканы қалдырып өтіңіздер. Халық соған қатысып, өздеріңіздің істей берсін. Хромтау қаласына тоқталғым келіп тұр. Хромтау қаласында 30 мың адам тұрады екен. 30 мың адам тұрады. Биыл 25 алаң халық бюджетімен жасалған. Бізде 70 мың халық тұрады, біреу ғана. Келесі жылға осы үрдісті көбейтейік деп, халық қатысатын бюджетті көбейтейік деп, осының алдында біраз жарнамалар жасалынды. Біздің тарапымыздан да, бөлімдердің тараптарынан да QR-лар да берілді. Осымен өтесіздер деп. Соған қатысса халық, сосын бізге де сұрақтар аз болады. Неге мына жерге змейка қойдыңдар, неге мына жерге турник қоймадыңдар дейтін сұрақтар болмайды. Менде мынандай сұрақ туындағысы келіп отыр қазір. Жыл бойы көптеген істер, жобалар атқарылды, оның куәгері болдық, оны өзімізде жаңағы әлеуметтік желіге салып жатырмыз. Соның ішінде сіз үшін ерекше орын алғаны қандай? Бұл сұрақты неге қойып отырмын? Себебі сіз енді қаланың абаттандыруына жауап беретін қала әкімінің орынбасары ретінде, ертең сіз кеткеннен кейін де мынаны мен істеп кеткен едім деген бір із қалдыратын адамдардың бірісіз ғой. Сол жобалардың ішінде қайсы сізге ерекше бір көңіліңізде қалды? Осы жыл атқарылған істерде. Жоба көп, қайсы бір мұнан мен істеткем деп айта алмаймыз. Оны барлығы бүкіл әкімшілік көрсеттік. Бір идея болса, оны жалпы архитектура бөлім бар, ЖКХ бөлім бар, жолдар бөлім бар, әрбір бөлім бар, әкім бар.
барлығын бір жерге жинақтастырып, конкретно мынау менікі, мынаны әкім істетті, мынаны сіз істеттіңіз деп айта алмаймыз. Ол оны Ал көңілден шығатын жобалар деген кезде біздікі кішкентай маленькие победы дейді ғой. Маленькие победалардан жаңағы тротуар салуымыз болды. Халыққа көп рахмет берілген тротуар салуымыз болды, жаңағы абаттандыруымыз болды. Одан кейін мынау 25-ші мектепке жүретін жаяу жүргіншілер болды. Сосын Шаталюк көшесіне 16-ші мектепке баратын жаяу жүргіншілердің жолдары. Реально керек ететін жұмыстар. Өзімізді жаяу жүрдік, өзімді Сәтпаевта тұрғаннан кейін таңертең жаяу жұмысқа келе жатқан кезде, сол Шаталюк жақтан келген кезде уже адамдардың уже көріп отырық. Көздің күні балшықпен әйтеуір балалар басып барады. Қолдарында бір аяқ киім, аяқтарында бір аяқ киім. Сабаққа барған кезде аяқ киіммен шешеді. Сондайларды болдырмас үшін специально жаяу жүргіншілерге, мектепке балалар бара жатқан жерге жаяу жүргіншілерді асфальттап, брусчаткалап, солай жасадық. Бұл кішкентай болса да, бұл жеңіс деп санауға болады. Оған да халыққа әйтеуір рахметін айтып жатыр, риза болып жатыр. Жаңа сұрағыңызға именно мынаны мен істеткенмін деп ешнәрсе айта алмаймын. Жақсы, енді Ахмет Смағұлұлы көп нәрсе айттыңыз, бірақ көбісі де айтылмай қалған енді мәселелер бар әрине. Бұның барлығына уақыт жетпейтін шығар. 90 сөздің тобықтай түйінін шығаратын бір сұрақты қояйын соңғы. Ол біз бүгін жасап жатқан өзгерістер ертең осы қаланың шын мәнінде өмір сүруге жайлы қалаға айналдыра ала ма? Істеп жатқан шаруамыздың барлығы жайлы өмір сүруге ықпалын өте тигізеді. Істеліп жатқан жұмыстардың барлығы әйтеуір бюджетті игеру емес, бұны халыққа жайлы қала жасау, аллея болсын, сквер болсын, жол болсын, жылу құбырлары болсын, істеліп жатқан памятник, монументтер болсын, оның барлығы халықтың қолайлы өмір сүруіне ықпал етеді. Жай ғана даже жаяу кешке қарай шығатын кезде даже өзінің эмоцияңа да беріледі. Бұның барлығы әкімшіліктің қолында емес. Істелініп жатқан дүние, ол істеліне береді. Ол біздің алдымызда да, менгелердің алдында да істелінді. Бізден кейін де істелінеді. Ол кісілерден кейін де істеліне береді. Оны ұқыпты ұстап қалу керек. Биылдыққа 50 камера қойдық. Камералардың бәрі жайдан жай емес. Тәрбие үйден басталады. Сол себептен қоқыс, вандализм, соны азайтсақ, жұмыс көрінеді. Ал мынау біздің жаңағыдай қоқысқа бөлініп жатқан ақшамыз, негабариттарға бәленбай миллион ақша бөлінеді, қоқыс жинауға, санитарияға бәленбай ақша бөлінеді. Осының барлығын, осы ақшаны біз басқа жұмысқа жұмсай аламыз. Егер де мәдениетіміз дұрысталып, вандализм, қоқыс шығару, қоқыс тастау дұрысталса, біз бұл ақшаның барлығын басқа жаққа құрта аламыз. Жаңағыдай көбісі айтып отыр ғой, мынаны сағат не үшін салдыңдар, ол ақшаны басқа жаққа құртпадыңдар ма, мынаны етпедіңдер ма, мынаны ақшаны не үшін істедіңдер, оны басқа жаққа құртпадыңдар ма ақшаны деген сияқты. Сол сияқты именно санитария бойынша санитария бар, сосын қоқыс жаңағы сол санитарияға кіре берсін. Сосын вандализм бар. Біз әрбір жыл сайын, детский площадкаларды, футбольный поляларды восстановлениеға барамыз. Кеше жаңа не салып қойдық, балалар алаңын. Түнгі сағат 9-ның, кешкі сағат 9-ның кезінде үйге қайтып бара жатқан кезде, сол жерде 3 үлкен өзім сияқты жігіттер, біреуі жаңа детский качеляда отыр, жаңағыдай ішімдік ішіп отыр. Сосын енді бір айтқан екен енді түсінгендей болды, бірақ үйге кіріп балконнан қарасам қайтадан отыр. Бұл ақшаның барлығын біз восстановление, санитарияның ақшасын біз басқа жаққа жұмсай аламыз. Біз осы жылы 2 километр су құбырларын ауыстырсақ, жылу құбырларын ауыстырсақ, біз 2 километр ауыстыра алатын едік. Болмаса 3 километр ауыстыра алатын жылу құбырларын. Сол сияқты. Вандализм деген кезде есіме түсіп жатыр, ақшаны басқа жаққа жұмсар едік деп. Төлек Батыр аллеясы бойынша сұхбат материал дайындаған кезде 21 жылы салынды Төлек Батыр.
21 күннен кейін қайта жөндеу жұмыстары өтіпті. Вандализм орын алған. Анау жаңа әткеншектерге 10 адамнан мініп сындырған жайттар болған. Рахмет Смағұлұлы, жалпы осы бүгінгі біздің сұхбатқа келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздің жұмысыңыздың өте ауыр екенін білеміз, түсінеміз. Ең бір ауыр салалардың бірі деп жаңа сөзімнің басында айтып өткен. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Қымбатты тыңдарман, біз бүгінгі 90 сөз подкастымызды осымен аяқтаймыз. Келесі сенбіде кездескенше амандықта жүздесейік, ал сіздерден қолдау мен пікірлер күтеміз. Келесі біздің эфирге шығатын спикеріміз ол қала әкімінің экономика саласына жауап беретін әкім орынбасары болмақ. Экономика бойынша, бюджет бойынша сұрақтарыңыз болса, төменге пікірге жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.